Саламатсыздар ма оқушылар? Жамбыл ауданы Жас өркен орта мектебі қазақ тілі пәні мұғалімі Бекетова Салтанат Нұралықызының қазақ тілі пәнінен сабағы. Тақырыбы дара тұлға Бауыржан Момышұлы. Сыныбы 7 сынып. Сабақты мақсаты фразеологизм, мақал-мәтелдердің эмоционалды мәнін, көркемдік ерекшеліктерін түсініп қолдану, бағалау критерийі, пікірлерін түйінді сөздермен жеткізу. Бірінші тапсырма. Мәтінді оқып, мәліметтерді кластер әдісімен түсіндіріңдер. Яғни, Бауыржан Момышұлы кім, атқарған қызметтері қандай? Дескрипторы Момышұлының соғыстағы ерлігі туралы айтады, Бауыржан Момышұлы туралы романдарды атайды. Екінші тапсырма. Төменде берілген еңбекті авторлармен сәйкестендіреді. Ақиқат пен аңыз, күндер, шуақты, әкеге құрмет. 5 жолды өлең әдісі арқылы сабақты қорытындылаймыз. Зат есім, сын есім, етістік, сөйлем, синоним. Үйге тұрақты тіркесті пайдалана отырып, майдандағы Бауыржан Момышұлы ерлігін өз сөздермен суреттеп, дана да дара тұлға атты эссе жазамыз. Бүгінгі сабақта қай аралда тұрақтадыңыздар, айтыңыздар оқушылар. Сау, сәлематта болыңыздар.